Омыртқа дегеніміз біз мойынның ауруы, немесе арқаның ауруы, немесе жүруде қиындық, немесе зәр шығару қиындықтарын ойлаймыз. Бұрынғы күндерде бұл тек қартайған кезде, көбінесе зейнетке шыққаннан кейін болатын. Қазіргі уақытта біз жас пациенттерді емдеп жатырмыз. 5 жастағы, 10 жастағы балаларды, немесе жұмысқа жаңадан қосылғандарды, әсіресе үстел алдында отыратын мамандарын, отырықшы жұмысшыларды, немесе өте қарт адамдарды. Қазір орташа өмір сүру ұзақтығы да артты. Сондықтан біз 80 жастан кейін, 90 жастан кейін қарт адамдарда омыртқа мәселелерін көріп отырмыз. Бұрынғы күндерде біз қарт адамдарды дәрі-дәрмекпен, немесе төсек демалысымен емдейтінбіз. Бірақ қазіргі уақытта олар үшін хирургиялық емдеу де бар. Сондықтан олар тәуелсіз және ауыртпалықсыз бола алады. Жаңа буын үшін жұмысқа жақында қосылғандар, ұзақ уақыт бойы үстел басында ноутбук немесе үстел компьютерінің алдында жұмыс істейтіндер. Оларды қалай емдеу керек? Сондықтан омыртқа хирургіне қашан бару керек? Қай дәрігерге бару керек? Бұл ең маңызды сұрақтар. Қайсысы ауыр? Қайсысын үйдегі дәрі-дәрмекпен басқаруға болады? Бұл біздің ойымызға келетін нәрселер. Сондықтан мен сізге омыртқа хирургіне немесе омыртқа кеңесшісіне бару керек болатын. Кейбір қауіпті белгілерді ұсынамын. Егер бұл бел ауруы немесе мойын ауруы болса, ол ұзақ уақытқа созылып, дәрі-дәрмекпен жеңілдемесе, қолдарыңызда үйіп қалу пайда болса, қолдарыңызда немесе аяқтарыңызда әлсіздік дамып жатса, жүре алмай қалсаңыз, тіпті төсек демалысы әлсіздігіңізді азайтпаса, зәр шығару немесе ішек қозғалысы қиындық тудырса, сіз жалпы тәжірибелі дәрігерге емес, омыртқа дәрігеріне баруыңыз керек. Омыртқа мәселесінде диагноз өте маңызды. Бұл тек ауырсынуды емдеу емес. Сондықтан диагноз белгілі бір зерттеулерді қамтиды. Бұл сүйек сынуын немесе омыртқа жарақатын анықтау үшін рентген болуы мүмкін. Бұл омыртқадағы жүйке жарақатын, немесе тайып кеткен дискіні, немесе омыртқадағы инфекцияны, немесе омыртқадағы ісікті анықтау үшін мұрт болуы мүмкін. Сондықтан омыртқа кеңесшісіне барған кезде ол қай сканерлеуді жасау керектігін нақтылайды. Бұл мүмкіндіктер Аполло ауруханасында қолжетімді. Омыртқа мәселелерінің барлығы консервативті басқару немесе физиотерапия арқылы емделе алмайды. Керісінше де дұрыс. Барлық науқастарға омыртқа мәселелері үшін ота қажет емес. Омыртқа хирургиясы туралы бір догма бар. Бір рет омыртқа операциясын жасасаңыз, ол қайталана береді. Сіз бастапқы өмір салтыңызға қайта орала алмайсыз. Жақында омыртқа хирургиясындағы жетістіктер. Біз көргендей эндоскопиялық омыртқа хирургиясы болсын, микроскопиялық омыртқа хирургиясы болсын, немесе кілттесік омыртқа хирургиясы болсын, операция кезінде навигациялық жүйенің көмегімен нәтижені айтарлықтай жақсартты. Науқас таңертең операциядан өтіп кешке жүре алады және келесі күні шығарылады. Бұл мүмкіндіктердің барлығы Джаянагардағы Аполло ауруханасында қолжетімді. Сіз омыртқа мәселелеріңіз бойынша мүмкін екінші пікір алу үшін де омыртқа хирургиясына қатысты бізге келіп, жақсы нәтижеге қол жеткізуге көмектесе аламыз.